Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазық айна. Жазық айнадағы кескін. Сабағымыздағы негізгі мақсат жазық айнада дененің кескінін алу және оны сипаттау. Алдыңғы сабақ бойынша мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: жарықтың түзу сызықпен таралу заңы қалай тұжырымдалады? Екінші: бұл заңды қандай құбылыстар дәлелдейді? Үшінші: жарық сәулесі, жарық шоғы, нүктелік жарық көзі деген не? Төртінші: жарықтың шағылу заңын тұжырымдаңдар. Бесінші: айналық шашыранды шағылу дегеніміз не? Жарықтың шағылу заңдарының көмегімен жазық айнада кескіннің пайда болуын түсіндіру. Жазық айна тегіс өңделген және шағылдыратын қабатпен жабылған, қисықтық радиусы шексіздікке дейін ұмтылатын жазық бетті айтамыз. Нүктенің жазық айнадағы кескіннің орнын табу. Ол үшін нүктеден айна бетіне кез келген бұрышпен екі сәуле түсіреміз. Сол сәулелер өздерінің түсу бұрыштарымен шағылып, олардың түйіскен жерінде нүктенің бейнесі пайда болады. Жазық айнаның формуласы D тең -F. Жазық айна заттың жалған кескінін береді. Сондықтан формулада айнадан кескінге дейінгі қашықтықтың алдында минус таңбасы тұрады. Дененің жазық айнадағы кескінінің орнын табу. Ол үшін дененің төбесінен айна бетіне кез келген бұрышпен екі сәуле түсіреміз. Сол сәулелер өздерінің түсу бұрыштарымен шағылып, олардың түйіскен жерінде дененің төбесінің бейнесі пайда болады. Ол арқылы денеге симметриялы қылып салуға болады. Жазық айнада пайда болған кескіннің сипаттамасы. Үш түрлі жағдайда болуы мүмкін: шын, жалған және тура. Шын, яғни кескін шын болады, өлшемдері бірдей болады. Жалған, оң мен солды ауыстырады. Тура, яғни төңкерілмеген. Жазық айнадағы нәрсе кескіннің ерекшеліктері. Кескін жалған, тура, өлшемдері нәрсенің өлшеміне тең. Нәрсе айна алдында қандай қашықтықта тұрса, кескін айнаның ар жағында сондай аралықта орналасады. Екі жазық айнаның көмегімен неше кескін алуға болатынын анықтайтын формула. N тең болады 360 бөлінген альфа минус 1. N дегеніміз алынып отырған кескін саны айналар арқылы. Альфа дегеніміз айналардың арасындағы бұрыш. Осы формуланы пайдаланып, альфа тең 90 градус болған кезде n тең 3 болады екен. Яғни 360-ты 90-ға бөлсек 4 болады, 4-тен 1-ді азайтсақ 3 болады. Яғни кескін саны 3-ке тең. Альфа 45 градусқа тең болған кезде кескін саны 7-ге тең болады екен. 360-ты 45-ке бөлеміз. 8, 8-ден 1-ді азайтамыз, 1-ге тең. Альфа 30 градусқа тең болған кездегі кескін саны 11-ге тең екенін анықтауға болады. Яғни 360-ты 30-ға бөлеміз 12. 12-ден 1-ді азайтамыз, 11. Осы жағдайды тәжірибе жүзінде дәл көрелік. Арасы тік бұрыш болатын екі айнадан пайда болған үш кескінді көруге болады. Екі айнадан үш кескінді көруге болады. Жазық айнаның қасиетін өмірде қалай қолданамыз? Перископ. Перископ дегеніміз жазық айнаның шағылдыру қасиетіне негізделіп жасалған құрылғы. Бұл құралды әскерде және өмірдің көптеген салаларында қолданады. Калейдоскоп. Калейдоскоп дегеніміз бірнеше жазық айналардан құралған, өзара әртүрлі бұрышпен орналастырылған бір дененің бейнесін көрсететін құрылғы. Жазық айна тақырыпшасын пысықтауға арналған есептер. Мына есептерді жаңағы жоғарыда көрсетілген формулалар арқылы шығарамыз, жауабын сәйкестенеміз. Егер айналарды өзара 45 градус бұрыш жасай отырып орналастырса, неше кескін алуға болады? Айналар неше кескін беріп тұр? Мына суретке қарай отырып, неше кескін беріп тұрғандығын дәптерге жазамыз. Айналар неше градустық бұрыш жасап тұр? Бұрыш. Егер айнадан алынған кескіндер саны 11 болса, онда айналар қандай бұрыш жасап орналастырылған? Бұны да алдыңғы формулалар бойынша түрлендіру арқылы шығарамыз. Және де мына есепті де шығарамыз. Жазық айна алдында тұрған оқушы айнаға 2 метр секунд жылдамдықпен жақындады. Оқушының айнадағы бейнесіне қатысты жылдамдығы қандай? Жазық айна суретте көрсетілген 20 км/сағат жылдамдықпен қозғалып барады. Ал автомобиль қарама-қарсы
4В яғни 80 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Жерге қатысты машинаның айнадағы бейнесінің жылдамдығы қандай? Енді осылардың барлығын жазып болғаннан кейін үйге тапсырма 28-ші жаттығуды аламыз үй тапсырмасы ретінде. Тақырыпты оқимыз, ережелерді жаттаймыз. Бүгінше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.